Тарихы терең Қособа. Бұл зерттеудің мақсаты әлі толық зерттелмеген Қособа тарихымен танысу. Зерттеудің міндеті оқушыларға жеткілікті мағлұмат беру. Зерттеу объектісі Қособаға зерттеу жұмыстарын жүргізу, зерттеу пәні тарих. Ауылымыз Көпжасар, Айдархан, Меңдешев ауылдық округі Атырау облысымен шектеседі. Бұл суретте Машексай ауылы Google картада бейнеленген. Қособа ауылымыздың солтүстік-батыс бөлігінде Машексай Жаңақала трассасының сол жағында ауылдан 1,5-2 километр қашықтықта орналасқан. Нысан атауы айтып тұрғандай, бір-біріне жақын орналасқан екі обадан тұрады. Төбе басынан 7-8 километр қашықтыққа дейінгі жер анық көрінеді. Қособаның батыс жағынан 150-200 метр жерде ауылдың қызыл гаражы көрінеді. Келесі кезекте Қособаның пайда болу тарихы. Бұл обалар бұрынғы жаугершілік заманда пайда болған. Жаугершілік заманда қолбасшылар мен батырлар ақылдасып, келе жатырған жауды алыстан қарау үшін екі оба екен. Сол кезден бастап Қособа аталып кеткен. Қособаның қасында соғыс кезінде қаза тапқан қолбасшылар мен жауынгерлерді жерлеген кішкене обалар бар. Жыл санауымыздың 300-500 жылдай бұрын пайда болған. Бұл обалар әлі күнге дейін сақталып келеді. Кіші обаға қазба жұмысын жүргізген кезде мамандар адамдардың сүйегін, тістерін, алтын бұйымдар сияқты заттарды тапты. Бірақ ол адамдардың қай ұлт өкілдері екені анықталмады. Біреулер қазақтар десе, біреулер орыстар деседі. Төбенің үсті тегіс шеңбер тәрізді келеді. Төбе үстінің ұзындығы 31 метр. Ал екі төбенің арасы 82 метр. Оң жақтағы төбенің биіктігі 5,65 метр, сол жақтағы төбенің биіктігі 5,75 метр. Google карта көмегімен бұл Қособаны анықтауға да болады. Қособа маршруты. Маршрут қашықтығы мектептен бастап 5,8 километр. Обалардың ара қашықтығы 79,17 метр. Қособа біздің ауылымыздағы әлі толық зерттелмеген сыры ашылмаған